Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен өзімнің Wildberries'тегі кішкентай жолыммен бөліскім келіп тұр, историяммен. Яғни біздер өткен уақытта, жоғалып кеткен уақытта бостан-босқа жүрмей Wildberries'тің курсын оқыдық, товарымызды салдық, сол жерде саттық, ақшасын алдық. Осы барлық процесс жүріп болғаннан кейін ғана сіздермен бөлісемін деп ойлаған болатынмын, себебі мен осы Wildberries'те біз деген уақытта қазақша контентте осылай болады екен, оказывается өйстеді екен деген сияқты қазақша контент таба алған жоқпын. Сол үшін ертең бұйырса өзімнің товарым өтсін, келсін, содан кейін мен саламын деп шештім. Жалпы Wildberries'тің не екенін білетін шығарсыздар, қазіргі уақытта бәрі рекламалап жатыр, үйренгіңіз келеді, бірақ қалай болады екен деп ойлап жүрсіз, сізге мына видео сізге арналады. Жалпы өте керемет, өте үлкен онлайн магазин, Каспий магазин сияқты, тек онда клиенттері миллиондаған клиенттер бар. Себебі СНГ мемлекеттерінің барлығында осы Wildberries магазиннен заказ береді. Енді біздің заказ беруіміз, жалпы онда тіркелуіміз қалай болған айтайын. Wildberries'ке тіркелу үшін міндетті түрде ипіңіз болуы керек. Және сіздің өзіңіздің шот номеріңізді сол жерге енгізесіз, себебі ертең сізден клиенттер алғаннан кейін сіздің ақшаңызды сол шотқа аударуы керек Wildberries'тегілер. Сол үшін міндетті түрде ипіңіз болуы керек. Онда енді миллиондаған клиенттер отырғаннан кейін сіздің товарыңыз өте тез өтеді деп айтайыншы. Себебі бізде солай болды. Біздер андағы ценаларды көргенде шошып кеттім, шыны керек, себебі қарапайым детский дойкалар 15 мыңнан, 17 мыңнан, 27 мыңнан тұр. И скидка жиі болады, скидка бір өте мықты скидка болған уақытта сіз мысалы заказ беріп алсаңыз, Wildberries'тің доставкасы тегін оралдағы точкалардан алып кете аласыз. Енді біздер қалай орналастырдық, қалай заказ түсті, оны қалай беріп жібердік, соның қызығын айтайын. Біздер енді Орал қаласынанбыз, өзіміздің детский және де мужской киім сататын бутигіміз бар. Wildberries'ті енді барлығы мақтап, қызықтырып реклама жасап жатқаннан кейін оқыдық, бірақ өкінбеймін, өте күшті сайт. Алдағы уақытта фулфилменттер арқылы жұмыс істегім келеді мен. Фулфилмент жайында кейінірек айтып өтетін боламын, бұл кімде отқан шығарсыз, мен де басында сөйтіп ойлағанмын. Ең бірінші товарды орналастырасыз әдемі суретімен, неше түрлі киімнің составын, суретінде не бар, соның барлығын анда әдемілеп жазасыз, описаниеға жазасыз. Кейін біздер барлығын тіркегеннен кейін 2 сағаттан кейін заказ түсті. 2 заказ түсті, бір көйлекпен, бір юбкаға. Содан біздер заказымызды енді үйреткен адамға жазсақ, оказывается Оралда жаңағы Оралда енді склад дегенде точкалары көп қой Wildberries'тің. Сол жерге барып сіз затыңызды алып кете аласыз, бірақ мына магазиндер біздер оған барып тапсыра алмайды екенбіз, олар ана жаққа беріп жібере алмайды екен. Олардың тек қана 2 склады бар екен, ол біреуі Алматыда, екіншісі Нұр-Сұлтанда. Біз сол жерге барып қана жіберу керек екенбіз. Оны білгеннен кейін менде паника басталды. Не істеймін, заказ қабылдап қойдым ғой деген сияқты. Еще егер заказды 72 сағаттың ішінде жібермесеңіз, еще оны өзіңіз отмен жасайтын болсаңыз, сіз штраф аласыз. Мен отмен жасайтын болсам 30% штраф болады деді. Сол үшін мен енді бірінші заказымды кері қайтарғым келген жоқ. Астанада, Нұр-Сұлтанда құдабаламыз бар еді. Сол кісі өзім бәрін істеп берем, тапсырып берем дегеннен кейін, сол кісіге мына тальго бар, бір күнде жететін, Астанаға сол тальгодан беріп жібердік. 1000 теңгеге беріп жібердік, кішкентай затымызды мынадай. Содан ол кісі келесі күні күтіп алды да Wildberries'тің складына тапсырды. 26 күні заказ түсті, 27 күні тапсырды. Содан бір жұмадай ма жүріп барған шығар, Россияның бір жеріне кетті ол киім. Мына неде Wildberries'те өзіңіздің қай жерде кетіп бара жатқанын барлығын бақылап отыруға болады. Қай жерде кетіп бара жатқанын дегенін. Ол кісіге жетті ма, алды ма, сатып алды ма, возврат жасады ма, барлығын бақылап отыруға болады. Сөйтіп бір жұма бойы бақыладым, сөйткенде жетті ол кісіге, және де біреуін алды, екіншісін возврат жасады. Ақша 2 жұмада бір шотқа түсіп отырады деді, понедельник, вторник түседі деді. Понедельник күні соның ақшасы түсті, дүйсенбі күні соның ақшасы түсті. Содан кейін ғана сіздерге осы видеоны түсіріп отырмын. Енді тиімділігін айтайын. Ол жақта енді көп киімдер қымбатқа сатылып жатқаннан кейін біздерде
бағасын қымбаттатып қойдық. Мұнда 4000-ға сататын киімді 6500 теңгеге қойдық. Бірақ Wildberries'тің өзінің ұстайтын проценті бар. 10%, 12% ұстайды, және де оның логистикасына, енді доставкасы тегін барады, ол кісіге. Оны кім төлейді? Сіз төлейсіз. Оның логистикасы әрбір киімге әртүрлі болады. Бізде сол бір киімнен 1400 теңге жаңағы Wildberries'тің өзіне, және де доставкасына 1400 теңгедей ақша кетті. Барлығы рубльмен жүреді анда. Сосын даже товарды қойғанда да рубльмен қоясыз. Осылайша біздің ең бірінші заказымыз аяқталды. Жаңағы возврат болған товар ол жақын маңдағы складқа барып түседі екен, және оны Wildberries'тің өзі сатып, сол жерден заказ түскенде бірден сол жерден салып жібереді екен. Яғни мен қайтадан оны Астанаға беріп жіберіп, олар маған қайтадан беріп жіберіп, солай жүрмейді. Енді фульфилмент дегенге тоқталайын, иә. Фульфилмент дегенді сіз де бірінші рет естіп жатқан шығарсыз. Мен де бірінші рет естіп таң қалдым, қайдағы фульфилмент деп. Оказывается, фульфилмент деген жаңа қызмет түрі пайда болған екен. Яғни сіз мына жақта отырсыз ғой, біз мысалы отырмыз, иә. Оны біз беріп жібере алмаймыз. Ол кісілер соны беріп жіберетін адамдар. Яғни бізге мысалы қайта-қайта ыңғайсыз ғой, мына жақтан Оралдан товарларымызды оған беріп жіберіп, олар қайтадан мында салып, олар складқа барып деген сияқты, иә. Қазіргі уақытта көп кісілер осы фульфилмент арқылы жұмыс істейді, және де олар товарларын апарып, солардың складтарына, фульфилмент складына қойып қояды. Товар түскен уақытта сіз оларға кодын, осындай товар мынадай деп жібересіздер, ол кісілер сол товарды алады да, сыртына қағазын жабыстырады да, складқа тапсырып тастайды. Қызметтері енді ондай қымбат емес, бірақ бөлек-бөлек мына прайстарын қарағанда, мен фульфилменттермен жұмыс істеп көрген жоқпын, фульфилмент арқылы жұмыс істеп көрген жоқпын, бірақ прайстарын қарағанда қызметтері тиімді, және де сіздің товарыңыз солардың складында сақталғаны үшін хранениеға ақша төлейсіз. Ол енді көбінде 2500-3000 болды бір местіға ма, 1 метр жерге ма, сондай бір нәрсе, толығы түсінген жоқпын. Өздеріңіз фульфилментте бізде анығын біліп алсаңыздар болады. Так. Яғни ол кісілер сіздің товарыңызды, мысалы сіз Оралдан беріп жүретін болсаңыз, сіздің беріп жүрген товарыңызды жаңағы точкаңыздан күтіп алып емес, сіз олардың складтарына тапсырасыздар, сол складтан өздері сақтайды да сіздің затыңызды. Сіз заказ түсті, мені осына жіберіңдер деп айтқан уақытта кодыңыз, сіз жіберген кодты жаңағы товардың сыртына жабыстырады да Wildberries'тің складына барып тапсырады. Енді негізі әрбір товарға ценалар әртүрлі шығады, бірақ ондай қымбат шығады деп мен ойламаймын. Алдағы уақытта осы кісілер арқылы жұмыс істегім келеді, себебі менің товарымды қайтадан Астанаға беріп, Астанадан анда жіберіп жүрген ыңғайсыз. Бәрібір енді Алматыдан, Астанадан аласыздар ғой товарларды. Сол алып жатырған адамдарыңыздан бірден сол кісілердің складына жіберсеңіздер ыңғайлырақ болады деп ойлаймын. Сосын тағы да айта кететін нәрсе, фульфилмент арқылы тек қана жаңағы Оралдан немесе Астанада, Алматыдан басқа қаладағы адамдар ғана алады деу қате, себебі фульфилмент арқылы Астанадағы, Алматыдағы бизнесмендер де жұмыс істейді, себебі ол кісілердің жаңағыны упаковать етіп, анда тапсырып жүретін уақыттары жоқ, сол үшін фульфилменттің қызметін пайдаланады. Сондықтан соны ыңғайлы деп ойлаймын өз басым. Алдағы уақытта тағы да заказ берсем, осы кісілер арқылы заказ беріп салсам, сіздермен бөлісетін боламын. Ал енді соңында маған ұнады ма? Маған өте қатты ұнады. Себебі заказ жібересіз, компьютерға саласыз, бақылап отырасыз. Тек жаңағы Оралдан қабылдап алатын склады болмағаны кішкене тиімсіздеу болып кетті. Бірақ енді фульфилменттің қызметін пайдаланып көргім келіп тұр. Және де достар, енді осы видеоны көріп алып Wildberries'ті оқығым келеді десеңіздер, маған инстаграмға жаза қойыңыздар. Мен сіздерге Wildberries'ті үйрететін кісімен бөлісетін боламын. Маған от үйді үйреткен сияқты сіздерге де барлығын үйрететін болады. Сондықтан сәттілік. Негізінде маған өте қатты ұнады. Мысалы фульфилмент арқылы жіберіп, товарлардың бәрі дайын тұрса, онда тіпті компьютердан код шығара қоясың, болды, ол кісілер жабыстыра қояды. Осылайша менің Wildberries'тегі историям бітті деймін бе. Алдағы уақытта тағы да осындай қызықтар болып жатса, сіздермен бөлісетін боламын. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, менің арнама тіркеліңіздер, мені қолдаңыздар. Сонымен қатар достар, қазіргі уақытта хит болып жатырған неше Trendyol бар ғой. Біз сол арқылы алдында заказ бердік та, мен распаковка жалпы Trendyol жайлы айтып видео түсіре алмай қалдым, себебі заказдардың бәрін бірден ауылға жібердім. Уақытым болған жоқ түсіретін. Енді алдағы уақытта біздер
тағы да заказ беріп қойдық. Келесіде бұйырса күшті қылып Trendyolдан қалай заказ берем, жалпы қанша күнде келіп жатыр, ыңғайлы ма, тиімді ма, сол жайында айтатын боламын. Trendyolдың тиімділігін дәл осылай ашып айтатын боламын. Сондықтан каналға тіркеліп қойыңыздар, міндетті түрде қолдаңыздар, достарыңызға жіберіңіздер. Trendyol оқығысы келіп жүрген, Wildberries оқығысы келіп жүрген достарыңызға жіберіңіздер.